ағылшын тілін тапсырып. Емес, бұтасын көрейші. Бұл кісі адам жүрек қан тамыр жолында кешке дейін оқимын деп күнде барып диагноз бойынша әке-шешесінде инсульт болды. Дұрыс таңдау жасау үшін қандай? Сен қойшы деп соны кетіп қаламыз. Жалпы эндоваскулярный тромбоэмболия. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бұл информат каналы. Бұл жобада біз медицина саласында жүрген студенттерге және де медицина саласына түскісі келіп жүрген түлектерге дәрігер эксперттерден тікелей сұхбат алу арқылы бағыт-бағдар беретін боламыз. Бұл эфирдің жүргізушілері мен Мадияр Инаятов және де серіктесім Бақытжан Төлеген. Бүгінгі алғашқы қонағымыз Мейірбек Бағдатұлы, номер 2 облыстық ауруханада дәрігер-невролог. Жалпы аға, қош келдіңіз. Сізге енді бірінші сұрақ, сіз өзіңіз мамандығыңыз жайлы, жалпы өзіңіздің жұмысыңыз жайлы қысқаша айта кетсеңіз, таныстыру ретінде. Мен аты-жөнім Мейірбек Бағдатұлы, яғни осы Астана қаласында облыстық аурухана 2 инсультный орталықтың невролог дәрігерімін. Осы біз Ақмола облысы бойынша 7 районға қараймыз. Бізге қаланың өзінен емес, көбінесе райондардан алып келеді. Ол невролог маманы осы жалпы айтып жатқан, көбісі білетін остеохондроздан бастап, осы ауыр инсульттарға дейін емдейді. Қысқасын айтқанда, осы бас ми жүйке жүйесі, осы нервтермен, соларды емдеумен, солардың салдарын алынумен, және де адамдарға аурудан кейінгі қалыпқа келтіру мақсатында осындай реабилитациялық шаралармен айналысамыз. Аға, енді екінші сұрақты қойын сізге. Жалпы осы медицина саласын сізге таңдауға не түрткі болды? Сіз ата-анаңыздың ықпалы болды ма, әлде өзіңіз қаладыңыз ба? Осы сұрақты көбісі қояды. Себебі бізде инсультный орталықта негізі 25-30 койға дейін бар да, 30 койға дейін. Бірақ 40 адамға дейін жатады. Себебі аурулардың көбі қазір инсульттар жас 30-35 жастағы кісілер инсульт алып жатыр. Сол себепті жаңағы пациенттер, осы науқастардың туысқандары, жалпы өзі туысқан таныс кісілердің бәрі осылай танысқанда невролог дәрігерімін десен, не емдейсіңдер деп өз сұрақтар бар ғой. Ол қазір дәрігер көбейіп кетті ғой деп. Сол себепті бұған енді ең біріншіден біздің отбасымызда жалпы дәрігер маманы жоқ, бірақ мен шын айту керек, мойындау керек, әке-шешемнің ықпалымен жаңағы сол заставить дейді ғой, сол немен жаңағы таңдадым осы нені. Бірақ қазіргі таңда осы сол ықпалдың маған наоборот шын айтқанда кері әсер емес, пайдасы тигенін мен көріп отырмын. Себебі қазір мен өзім профессиям жақсы көремін. Себебі ол тек қана біз емдеп қоймай және қалыпқа келтіріп, мысалы бізде көбісі инсульт алғаннан кейін аяқ қолы істелмей, жаңағы бір жағы салданып түседі ғой. Сол адамдардың аяққа тұрып жүріп емделгеннен кейін адам күннен күнге мотивация алады да. Сол себепті үлкен кісілердің жаңағы алғысын алғаннан кейін сенің де жұмысқа деген құштарлығың. Маған әке-шешем ықпал тиген, бірақ пайдасы көбірек қазір. Түсінікті. Жалпы осы невролог деген мамандыққа нақты айта кетсеңіз, ол невролог деген кім, немен айналысады, және де плюсы, минусы қандай деген сияқты. Сіз өзіңіз жұмыс істеп жүрсіз ғой? Невролог дегеніміз осы нервпен және осы сосуд бар ғой, бізде тамырлардың зақымдалу салдарынан болған неврологиялық аурулардың бәрін қамтиды. Ол жаңағыдай, ол бөлінеді, жалпы неврология және жеке неврология. Ол айтып жатырмын ғой, жаңағы остеохондроздан бастап, жалпы бойлар, ауырсынулар болсын, бас айналу, сонымен қатар құлағым шуылдайды дейді. Қазір ата-әжелеріміз естіп жатсаң, аяқ-қолым қақсап, балам тоңбайды. Ол жаңағыдай неврологиялық және вегетативті нерв жүйесінің ауытқуларын бәрін емдейді. Түсінікті. Енді бізде мысалы қарасаңыз, медицина саласында салалар өте көп. Сіз именно осы неге неврологияны таңдадыңыз ішінде резидентураға? Жалпылама айтқан кезде мен өзім жалпы тәжірибелі дәрігерді бітірдім. Жаңа бірінші жалпы медицинаға түсіп, одан жалпы тәжірибелі дәрігер. Себебі бізде өзі таңдау мүмкіншілік шектеулі, көбінесе немесе хирургиялық, немесе жалпы тәжірибелі. Қазіргі таңда ол отбасылық дәрігерге, семейный врачи, отбасылық дәрігерге. Бұл енді қысқасын айтқанда мен неврология келу себебім өте қызық болған. Мен бірінші жаңағыдай реабилитациямен өзім қызығатынмын.
аурудан кейін адамдарды мен өзім бірнеше жыл бойы емдік массажбен айналысқам. Инсульттан кейін кісілерге ауырсыну, грыжа, сауықтыру, медцентрларда істедім. Сол себепті ол кезде реабилитология дегенге резидентура ештеңе болмады. Сол себепті неврология арқылы реабилитациямен айналысуға мүмкіндік болды. Сол себепті мен неврологияны таңдадым. Осы неврологияға резидентураға тапсырған кезде сізде қандай да бір кедергілер, дайындық қалай болды, сол жайында айта кетсеңіз? Қатты дайындық, енді неврология өте күрделі. Ол нерв, мысалы, адам өмір мен өлім арасында жатады көбінесе да. Ал студент кезде біз оны білген жоқпыз. Жалпы бәрі қағаз жүзінде, не жүзінде айтып беру оңай. Бірақ бізге арнайы, яғни қандай тақырыптар бар екен, ненің бәрін жалпылама интернатурада жүрген кезде біз дайындалып жүрдік. Содан кейін жаңағы арнайы бір өзі кітаптар болды, өзі мен дайындалған. Сол дайындалу бойынша өзімнің білетін сұрағым түсті собеседование. Бізде жай ол кезде ағылшын тілі болды ғой. Біз екі этаптан тұрды. Бірінші ағылшын тілін тапсырып. Сұхбат, собеседование. Ол кезде бірінші неден мен ағылшын тілінен өттім, проходной балдан. Екіншінен де тоже жаман емес. Менің өзіме білетін сұрағым түсті. Сол себепті ойлаймын. Бұл енді әрбір адамның тағдыры жазылған дейді ғой. Может, менің тағдырым осы неврологияда шығар. Сол себепті түскен болармын. Ал сіз енді осы неврологияда жұмыс жасап жатсыз. Сол кезде мысалы неврологияда көбірек кездесетін аурулар, чтобы дабыл қағатын аурулар қандай? Енді инсультный центрда істегеннен кейін ең бірінші көп адамның бізге немесімен қабылдау бөліміне келеді. Ол жаңағыдай инсультпен немесе ауырсынумен. Біреу мойнымды бұралғай қалдым, мойныма желкем тартып ауырып тұр, немесе басым ауырып тұр, басым айналып тұр деп. Және көбінесе біз инсультный центр болғанда инсульттармен жұмыс жасаймыз. Осы бір директордан оқыған бар, осы инсульт болардың алдын адамда бір нелер реакциялар береді дейді. Адамда мысалы сол қандай реакциялар? Инсульттың алып келетін өзінің арнайы себептері бар. Ол яғни тамыр адам жүрек қан тамыр жолында бір зақым болуы мүмкін. Сол аурулардың салдарынан немесе әртүрлі неге байланысты қан қысымының жоғарылауы болуы мүмкін. Ол адамдарда осы инсульт алатын кісілерде сондай себептер болуы мүмкін. Ол жаңа қан қысымының жоғары болуы, немесе ауыр салмақтық, жаңа зиянды әдеттердің болуы, темекі шегу, шылым тарту деген сияқты. Және сонымен қатар көп салмақтықта адамға, яғни гиподинамия дейді, аз қимылдан адамның қан айналымы төмендеуі мүмкін. Сол себептен. Немесе сонымен қатар варикозды кеңеюлер, тамырлардың әртүрлі аурулары болуы мүмкін. Көбінесе бізге қан қысымы көтерілуімен келеді невропатологтарды, жаңағы неврологтар, дәрігерлердің инсульт бар ма, жоқ па, соны анықтау. Көбінесе ол ескерту ретінде келеді, Ескерту ретінде, жаңағыдай қан қысымы жоғарылап кетуі мүмкін, немесе қатты басының ауырсынуы болуы мүмкін, басының айналуы болуы мүмкін. Ол инсульт емес, ол жалпылама осы организмнің біздің бір шаршаған немесе қандай да бір бізге бір мағлұматы. Енді осы жерде бір сұрақ қойғым келіп тұр. Сонда сізге солай қан қысымымен жоғарылап келді пациент, сіздер соны нақты айтып бере аласыз ма, егер осы инсульт болады деген сияқты? Жоқ, қан қысыммен келген науқасты оны терапевт негізі егер гипертонический криз деген болады, артериялық криз дейді, давление, қан қысым көтеріліп кеткен, оны кардиолог мамандары. Егер кардиолог мамандары бір қауіп қатерді сезіп неғылса, бізді шақырады консультацияға. Солтсы біз консультацияға келген кезде науқастың жағдайын бағалап, неврологиялық осмотр жасаймыз да, бақылау неврология қарау жасаймыз да, сол себепті ол кісіде неврологиялық дефициттің бар жоғын анықтаймыз. Және де инсульттің қауіп қатері жаңағы не болынша 4%-тен жоғары немесе төмен екенін анықтауға болады. Қосымша қауіп қатерлердің немесе анамнез бойынша әке-шешесінде инсульт болды ма, сол себепті соған кардиологтармен қосыла отырып біз рекомендация. Қазіргі кезде инсульт, инфаркт деген аурулар жасарып келе жатыр, бара-бара. Соның негізінде не жатыр деп ойлайсыз? Неге олар жасарып келеді? Енді өзіңіздің ойыңыз жеке. Көбінесе өмір сүру салты.
70-80% бүкіл организмге өмір сүру салты. Және де қазіргі көбінесе стресстік жағдайларда қазір көп, мысалы әртүрлі стресстан адамдардың жаңағыдай организм демалмау салдарынан шалдығып, әртүрлі ауруларға шалдығып, немесе ұйқысының дұрыс болмауы. Қазір көбісіміз жаңағыдай кредит аламыз, қысқасын айтқанда да. Психологиялық. Біріне қарыз аламыз, ол көрінсе, ол кісіні қайтаруға, ол кісі кейбір артық жұмыс жасауы мүмкін шамадан. Сол кезде организм утомляться дейді, шаршайды организм. Соны демалмау салдарынан жаңағыдай ұйқысыздық, сосын нервозность, жаңағыдай жынданғыш келеді, оның бәрі организмге негативті әсер етеді. Қазір заман дамып келе жатыр. Сол инсульттің алдын алу үшін заманауи қандай да бір технологиялар бар ма бізде? Иә, қазіргі таңда бұрыннан және қазірде жаңа технологиялар бойынша енгізілген нелер бар. Жалпы инсульт алғаннан 3-6 сағат арасында егер хабарласатын болса, өзіміздің шкалалар бар, шкала бойынша есептеп, сол тромболитикалық терапияны жасауға бола ма, болмай ма, біз соны шешеміз не бойынша. Оны жасаған кезде 0,9 миллиграмм на килограмм есептеп, өзі науқастың салмағына сол нәрсені 1 сағат бойы енгізіледі. Сол 1 сағат бойға келген кезде бізде қаншама науқас болды. Жаңағыдай сіздер салданған жақтың асимметрияның бәрі бір күннің ішінде жоқ болып жаңағы не болады. Немесе қазір операциялық метод бар. Сол 3-6 немесе кейбір жағдайда 12 сағатқа дейін дейді. Кейбір шетелдік деректер 24 сағатқа дейін инсульт алған, яғни клиникалық көрініс болса жаңағыдай, ол кезде рентгеноэндоваскулярный тромбоэкстракция дейді. Ол жаңағы бедренный артерия немесе қол артерияларынан кіру арқылы, рентген ангиограф арқылы сол тамыр түсіріледі да, тромб қай жерде тұрғаны анықталып, тромбтың алып тастауын. Яғни ол арнайы интервент дәрігерлер бар, нейроинтервент дәрігерлер, солар арқылы жасалады. Егер жалпылама ол тромб алынып тасталса, науқаста 2-3 күнде толықтай қайта қалыпқа толықтай келуі мүмкін. Жалпы енді мен сізге бір сұрақ қояйын, бұл темадан бөлек, енді студенттерге, көп студенттерге қызық болатын тема ғой. Сіз дәрігер, невролог жұмысынан басқа да қосымша жұмыстармен айналысасыз ба? Жалпы осы басқа жұмыстармен айналысуға уақыт табыла ма? Енді күндізгі бізде жалпылама негізі 8-ден 6-ға дейін істегеннен кейін кейбір жағдайда қалып кетпесе, көбінесе енді біз жұмыс деп жүре береміз жұмыста да, азаннан кешке дейін жүре береміз. Негізі қосымша, егер сіздің жалақыңыз сізге бәрі толықтай жеткілікті болып жатса, қосымша жұмыстың керек жоқ деп ойлаймын. Ол бос уақытты көбінесе отбасыға көңіл бөлген дұрыс. Ал жалпылама енді сізде бірнеше кредит бар дейді, жаңағы отбасылық жағдайға байланысты ипотека төлеу. Көбісі, мысалы, студент кезімізде де жұмыс жасадық қой, кешке дейін оқимыз да, түнде барып жаңағы официант боласың, немесе басқа да бір қосымша жұмыстармен алады. Жалпылама мен кейбір жағдайда үйге ауыр науқастарға консультацияға барам. Ол кісілер өздері шақырады мені, врач на дом дейді, жаңағыдай орысша айтқанда, үйге ауыр науқастарға консультацияларға барам. Немесе бос уақытымда мен массаж жасаумен айналысамын. Жаңа инсульттан кейін кісілерге грыжа дейді белде, мысалы, қазіргі таңда дамыған мануальный терапия дейді, мысалы, естігендеріңіз бар шығар. Жалпақ тілмен қазақ тілінде емес, қытырлату дейді ғой, жалпылама айтқанда. Сол мануальный терапиямен айналысамын. Бос уақытта көбінесе сол медицинаға қатысты нәрселермен айналысамын мен. Егер құпия болмаса, мысалы, өз айлығыңызға бір жыл алдыңғы жалақымен салыстырғанда қазіргі жалақы мені қанағаттандырады. Себебі сен жаңағыдай опыт дейді, тәжірибе арттырған сайын, сен медицинада жасағаннан кейін ол жоқ, жалпылама қысқасын айтқанда ол халық бәрібір сені бағады. Ол не емес, ол мысалы сен ақша бермесең емдемеймін деген нәрсе жоқ. Мысалы сіз бір кісіге мысалы көмектестіңіз, ол кісіні емдеуге де, ол кісі сізге ештеңе бермей қойсын, зато Алла көріп тұр да, Алла сіздің сауап жасап тұрғаныңызда, және сіздің басқа жақтан, мысалы үкімет жақтан зарплатаңызға қосылуы мүмкін, болмаса премия берілуі мүмкін, әртүрлі. Неврология жағында бізде мамандардың тапшылығы сезіле ме сонда?
Енді неврология жағында тапшылық жоқ, невропатолог мамандар көп қой. Көбінесе инсультный инсульт орталықтарында жұмыс жасайтын невролог дәрігерлер көп жұмыс жасай алмайды. Себебі жұмыс жасайтындар бар, бірақ инсульттармен жұмыс жасау деген ол өте ауыр. Мысалы, әйел адамдар жасауды бастауы мүмкін, бірақ олар декретке шығып кетеді. Немесе жаңағыдай денсаулығына байланысты олар не қылады. Қазір көбінесе бітіріп жатқан кісілердің барлығы көбінесе жаңағыдай жеке частный центрлар дейді, медициналық орталықтарда жұмыс жасайды. Және де неврологиялық орталықтарда, реабилитациялық орталықтарда сондай жерлерде жұмыс жасайды. Инсульт орталығында тұрақты жасайтын мамандар аз. Түсінікті. Енді мен сізге осы тағы да бір студенттердің көп қоятын сұрақтары. Осы медицинаны жалпы резидентураны бітіріп шыққаннан кейін, жұмысқа барасыз ғой, жұмысқа барғаннан кейін сізде ожидание реальность болып қалған жоқ па? Мысалы, болады басында. Болады ма? Болады, иә. Ол не только мен мысалы 4-ші жыл істеп жатырмын ғой, ожидание реальность ол 2 жылға дейін болады. Ол бірақ ары қарай оны өзің реальностьке айналдыру ол өзің қолыңда. Иә. Ол сен ойлаған нәрсе ол ешқашан келмейді. Мысалы, сіз бала туыла салып жүріп кетпейді. Мысалы, сіз мектеп бітіре салып, немесе универді бітіре салып үй алмайсыз, машина алмайсыз. Сол сияқты жалпылама, егер сіз өзіңіздің мамандығыңызды жақсы көрсеңіз, және де қасыңыздағы қолдаушылардың арқасында, мысалы, әке-шешең қолдаушы болады, сол себепті егер 1-2 қиындыққа сынбасаң, ары қарай жеңісін жақсы көресің. Түсінікті. Ал қазіргі кезде жалпы медицина саласында жүрген студенттер тағы қызықтыратын мәселе ол жаңағы енді оқумен қатар жұмыстың істеуі ол өте қызықтырады. Яғни бірінші теориялық білімді негіздеп алып, кейін барып жұмыс жасаған дұрыс па, не болмаса, жаңағы теориялық білім алып жатқан кезде қосымша жұмыстар жасаған дұрыс па деген сияқты. Медицина саласында болсын, басқа салада болсын, соған көзқарасыңыз қандай өзіңіздің? Енді көбінесе жаңағыдай жұмыс жасау ол материалдық жеткіліксіздікке байланысты жасайды ғой. Мысалы, бір студентті алсақ, оның әке-шешесі қамтамасыз етіп, жаңағыдай астында үйі, машинасы болса, ішерге, киерге жаңағы бәр заты болса, ол кісі не үшін жұмыс жасайды? Ол жұмыс жасамайды. Бұл студенттер мысалы көбісі жаңағыдай өзі жеке өмір сүргісі келеді, жаңағыда әке-шешесіне салмақ түсірмей, сол себепті ол көп жұмыс жасайды. Айтып жатырмын, студент кезде біз де жұмыс жасадық. Бұл енді адамның өзіне байланысты қай салада жұмыс істеу. Мысалы, қазір көбінесе, мысалы, сіздерді студент кезінде санитар қылып алу мүмкін, ал медбрат қылып сіздер дипломсыз ешкім алмайды, жалпылама. Ал жұмыс енді ер адамға қаншама жұмыс жасай берген, қай салада болсын, ол жақсы деп ойлаймын. Ол адамның развитиясына, жаңағыдай адамдармен айналысуына, араласуына, коммуникативті дағдының дамытуына. Сол себеп медицина саласында істесеңіз, ол тіптен жақсы. Сізде күндегі ауру науқастарды көргеннен кейін ол көзіңізді үйретесіз. Сонымен қатар, енді стипендия аламыз дейміз, енді адам қанша көп тапқанымен ол бәрібір жетпейді. Айтадым, ақшаны артын қуу не жоқ. Қазіргі сәтте еліміздегі медицинаны қалай бағалайсыз? Шетелдік медицинаға қарағанда Қазақстанның медицинасы қандай? Жоқ, енді мен ол жағынан, медицина жағынан емес, мысалы, ол жердегі адамдар, біз бәріміз ет пен сүйектен жаралғанбыз. Олардың бізден артықшылығы жоқ. Жалпылама адам Оксфордта оқысын, басқа жерде оқысын, ол адамның өзіне байланысты. Шетелдегі оқыған енді адамға пайда беретін шығар, бірақ разница жоқ қой. Сол шетелдегі нәрсені сен интернеттен тауып та оқи аласың ғой. Осы жерде отырып. Главное ізденіс керек. Ең басты ізденіп, сол нәрсені, сол тактиканы, сол методтарды шетелде болған дұрысынан қолдана білсең, ол осы жерде де көмек береді. Біз мысалы қазір шетелге оқып келмей-ақ, біз қазір тромбоэкстракцияны жасаймыз. Жаңа аневризма, тамыр жарылып кеткен аневризма эмболизация жасауға болады. Көрдіңіз бе, осы нәрсенің бәрі осы кішкентай осы район облыстық больницада жасалып жатыр. Түсінікті, рахмет. Дәрігердің бойынан табылатын бір 5 қасиетті атап өтсеңіз, өзіңіз ұстанатын. Ең бірінші науқасқа деген жанашырлық. Бізде мысалы
айтып жатырмын ғой, біз науқас келеді бізге, ешқандай туысқан жоқ болса да біз мысалы дәріні өзіміз сатып алып береміз. Алда мысалы енді ондай науқас күнде келмейді ғой, бір аптасына бір науқас не болсын, біз өзіміз дәріміз ауыр жағдаймен келгенде. Иә, ауыр жағдаймен келген. Немесе инструменталдық мысалы МРТ басын түсіру керек болады. Мысалы басқа да қосымша анализдер біз жаңағыдай заведующий дейді, ол менің группаласым, досым, екеуміз ортасынан шығарып отырып, келісіп отырып, жаңағыдай біз көмектесеміз. Айына 1-2 науқасқа осылай бүкіл толықтай емін алу үшін, дәрілерін алу үшін. Сол себепті ал көбінесе туысқандары жаңағыдай бірге жиналып, жаңағыдай көп обследованиялар жасап жатады. Сол себепті бірінші жанашырлық деп ойлаймын. Сіз айтып жатырмын ғой, ол сіз ақша артынан қуғанмен, мысалы сіз науқастарды ақша бермесе қарамайын болады кейбір кісілерде, мысалы даже ақша берсең де былай поверхностно қарайды да, немқұрайлы қарайды да. Ол сіз бәрі бір жеріңізден кетіп қалады, ол ақша бәрі түсіп қалуы да мүмкін, жоғалып қалуы да мүмкін. Сол себепті ең бірінші жанашырлық болу керек. Сосын барлық дәрігерде логикалық ойлану. Мысалы бәрі организм бір, қан айналым бәрінде, мысалы терапевтикалық науқас болсын, кардиолог, бәрінде бір-бірімен взаимосвязаны. Мысалы бізде түсетін кісілердің барлығында науқастардың қант диабеті мен жүрек аурулары бар. Сол себепті олардың бәрін біз білуіміз керек. Сол себепті логикалық жаңағыдай ойлау. Иә, сосын үшінші есте сақтау қабілеті. Мысалы көп адамды мықты ететін бір ауруды көрдің бе, соны ұмытпау керек. Келесіде сондай клиника көрсең, дәл сол клиниканы өткізіп алмау керек. Есте сақтау қабілеті. Және ары қарай уже мотивацияңа байланысты, жігерленуіңе сенің мысалы, сосын коллективке байланысты көп нәрсе тоже. Мысалы коллективте айтып жатады, бір-бірімен келіспей қалды, бір кісісін шеттетіп, коллективке байланысты көп нәрсе. Және де сосын ең бірінші адамдардың нәрсе қызығушылық қой. Егер сенде медицинада науқаста демдеуге қызығушылық болмаса, сен қанша тырысқанмен ол қиын. Түсінікті. Ал мысалы бізде қазір қоғамда бар синдром выгорания деген да, жанып кету синдромы. Сізде ондай бола ма? Жиі бола ма, я болмаса? Енді ол неден болады? Кейбір кісілер жалпылама күнделікті мысалы қабылдау бөлімінде жүргеннен кейін барлық науқас жақсы болып түсе бермейді ғой. Бір кісінің туысқаны бар. Мысалы сізді, мысалы әке-шешеңізді апарсаңыз да бір нәрсе жақпауы мүмкін, бірдеңе возмущение болады, жаңағыдай дұрыс обследование жасау мүмкін. Бұл жерде енді дәрігерлердің қатесі деп көп нәрсе қателенеді да, мысалы көп нәрсе. Жоқ, оған байланысты. Мысалы сізде ЭКГ аппарат сынып қалуы мүмкін да, например, анализ лаборатория, мысалы реактивтер таусылуы мүмкін да, арнайы. Ол сол кезде мысалы сіз зерттеу жасай алмай қалсаңыз, 2-3 сағатқа күттіріп қалсаңыз, мысалы шығады возмущаться етіп та, жаңағыдай сендер дұрыс қарамадыңдар, сендер үйтпедіңдер, жатқызыңдар. Жоқ, қазір протокол бойынша барлық науқас жатқыза береміз. Инсульттық центр болғандықтан бізде инсульттарды жатқызамыз біз да. Ал жалпы жай бас айналумен мысалы біз жатқызбаймыз. Сондай кезде сондай каждый конфликтті если жинай берсең организмге негативке, ол сен не только ол бір айда бір рет емес, сен күнде жанасың, выгорание жаңағыдай. Ол емес, негізі айтып жатырмын, көп нәрсе, мысалы мен қандай күнім сәтсіз өтсе де, мен барам да отбасыма, мысалы отбасым көңіл бөліп, жаңағы отбасым не арқылы, немесе жаңағыдай бір досыммен сөйлесу арқылы, жаңағыдай арнайы бір негативті айтып сыртқа шығарып тастаған дұрыс. Ішінде сақтай бермейді, жалпылама бәрін. Ол жинай берсең жиналай береді. Көбінесе осы выгорание алып келетін ол ұйқының дұрыс болмауы. Адам дұрыс ұйықтамаса, ол ертесіне вегетативті нерв жүйесі дұрыс жұмыс жасамайды, сбой береді. Бізде қазір тамыр соғуы, жаңағыдай мысалы сөл бөлуі, сонымен асқазан қорыту сияқты вегетативті нерв жүйесі, біз сондай қызмет, соларды автономды өз еркімен жаңағы көзіміз жыбылықтатамыз, бездерден сілекей бөлінеді, соның бәрі ол вегетативті нерв жүйесі автоном қызмет жасады. Сол себепті біздің жаңағыдай эмоцияларымыз біреу ауа жетпей тұрғандай болып тұр, біреу қан қысымын көтеріп тұрған сияқты, біреу шаршап тұрған сияқты. Вегетативті нерв жүйке жүйесі адамға ответ береді. Саған бұрын демалу керек,
саған бүгін жұмыс істеу керек, сен бүгін жалқау болдың деген сияқты. Негізі көп нәрсені тыңдай білсеңіз біраз жауап аласыз. Сіз жаңа жалпы отбасы деп айттыңыз ғой. Енді сол дәрігер болған соң негізі отбасыға көңіл бөлу көбінесе қалып жатады ше. Сіз соны қалай толықтырасыз, немесе кейде мысалы қатарынан мысалы айына көп жұмыс болып кетуі мүмкін мысалы деген сияқты. Жоқ, енді ол нәрсе барлық отбасыда болады. Отбасы болғаннан кейін мысалы қай жерде мысалы медицинада біз айтамыз, өзімізде не бар? Жұмыс істеген адамда ол қателікте болады. Ол жаңағы конфликтте болады. Если сен жұмыс істемесең, ол болмайды. Сен жазып отыра берсең, пациент қарамай жазып отыра берсең, ол келіп кете береді. Ал жұмыс істегеннен кейін пациенттерді әртүрлі зерттеп қарағаннан кейін ол кісілермен болады. Сол себепті отбасы болғаннан кейін ыдыс сықырламай тұрмайды дейді. Ол конфликт. Ол сен күнде ерте келіп кетсең де, сен күнде кеш келіп кетсең де, арнайы бір ол болады. Мысалы, бәр адамға әр нәрсе жаға бермейді ғой. Бірақ отбасыдағы конфликтті ол жүрекке жақын қабылдамаған дұрыс. Ол мысалы мен өзім үйленгенмін, 2 ұлым бар. Жаңағыдай мен отбасыма көп көңіл бөле алмаймын. Сол себепті мен мысалы келіншегім айтады маған, сен балаларға көңіл бөлмейсің не дейді. Ол нәрсені мен жаңағыдай жалпылама бетке қабылдаған дұрыс. Ол әйел адам үйде отырғаннан кейін ол нәрседе ол жаңағы сіз выгорание, ол үйде отырып басқа адамдармен сөйлеспей, жаңа тек бала-шаға қарап отырғаннан кейін, ол выгорание, ол көрдіңіз бе, вегетативті нерв жүйке жүйесі, ол кісінің жаңағыдай бәр нәрсені ішіне жинап ол кісі шығарады. Ал сол кезде бетке қарасаңыз, ол ертесіне өзі түсініп, өзінің мысалы артық сөйлеген болса, өзі түсініп, жақсы қарым-қатынас болады. Сол себепті барлық адаммен, келіншегіңіз болсын, балаңыз болсын, ашық сөйлесіп тыңдаған дұрыс. Көбісіміздің қателігіміз бір-бірімізді тыңдамаймыз, естімейміз. Мысалы айтып атады, сен қойшы деді, сонымен кетіп қаламыз. Жалпыламада. Сол достарда бір-бірін конфликт болады да, сосын мысалы даже төбелеске дейін барғаннан кейін ол кісімен бір-бірімен қайтадан сөйлеспейміз. Ашылып. Болды, сол төбелес, реніш кетті. 1-2 аптаға дейін жүре береміз. Сол кезде содан кейін ашылып не қылсаң, ол біраз нәрсеге айтады ғой. Бір өйде есту арқылы және тыңдау арқылы біз жалпылама мәлімет аламыз. Енді мысалы медицинада қазір интернатураны осы жақында бітіретін студенттер бар мысалы. Енді солар резидентура таңдау керек. Осы жерде көптеген мәселелер болады. Яғни мысалы көбісінде 2-3 таңдау болады. Я болмаса мүлде таңдау болмайды, қайсына таңдарын білмей жүр. Соған именно қандай мамандықты жақсы таңдау үшін сіз қандай да бір параметрлерге қарау, я болмаса қандай кеңес бересіз осы, чтобы жақсы таңдау үшін кейін таңдағаннан кейін мысалы енді бір мамандық таңдағаннан кейін оны 2-3 жыл оқимыз, 2-3 жыл оқып энергия кетіреміз, одан кейін ол ұнамай қалып жатса, енді ол тоже дұрыс емес деп ойлаймын. Сондықтан бір дұрыс таңдау жасау үшін қандай да бір параметрлер бар ма, яғни өмір бойлық профессиясы болғандықтан ол өзі шешім қабылдаған дұрыс. Ол өзін жүрегін тыңдасын, адам бірінші өзі, мысалы адам қалай өзгертеді өзін, бірінші өзін тыңдау арқылы. Сол себепті өзін бірінші өзіне сұрақтар қою арқылы, мен мына мамандыққа барсам қалай болады, мына мамандыққа болсам қалай болады. Ол ешкімнің тыңдаусыз және ешкімнің ықпалсыз өзі таңдайды. Кеңесінсіз да. Ешкімнің кеңесінсіз. Мысалы сіз әкеңізден сұрайсыз, сосын 2-3 жыл істейсіз, ұнамай қалды, әке-шешеңіз барып кінәламайсыз ғой. Мысалы 30-дан асып атып, 30-ға келдің, әке-шешең не деп кінәлайсың? Ол сен уже бір үйленген адамсың, немесе тұрмысқа шыққан адамсың. Сен тоже бала тәрбиелеп отырсың, өзің бала сияқты бармайды. Сол себепті бірақ бір айтарым, қай жерде де мықты дәрігер болсаң, сен қор болмайсың. Ол сен қай мамандықты таңдадың, ол ұнасын, ұнамасын, сен сол мамандық бойынша мықты болсаң, даже невропатолог болсын, терапевт болсын, окулист, хирург, ол сен өзің маманың бойынша мықты болсаң, сен қор болмайсың. Сен медцентрда да жұмыс істейсің, сен больницада жұмыс істейсің, сен жалақың жақсы болады. Осы жұмыс істеуге, неге дәрігер болуға мотивацияны қайдан аласыз? Мотивацияны науқастардан. Науқастардан. Жалпылама, мысалы пациент бізге түсті да науқас, бір жақ қол істемейді. Жалпылама ауыр оглушение дейміз. Мысалы, сол кісі мысалы 10 күн, 2 апта дәрежесінде емдейсің, науқас өз аяғымен кетеді. Ол бізге мотивация.
сізге рахметін айтады. Иә, алғысын айтады, нелер отзывтар жазып кетеді, жалпыламада сайттарға жазады. Себебі жоқ, бұл жерде ол алғыс та емес, сен науқас қандай дәрежеде түсті, например, даже комада Сізге келген кезде және шыққан 10-20 күннің ішіндегі науқастың өз аяғымен сап-сау, мен түскен кезде контакт жоқ жалпыламада, кетіп бара жатқан жерде қолымды алып, мысалы, жақсы рахмет емдеріңе деп айтып кеткен өз аяғымен, ол бізге мотивация. Келесі кісінде солай өз аяғымен жіберуге тырысамыз. Тағы да бір сұрақ қойын. Осы медицинада оқып жүргенде, осы резидент болсын, студент болсын, бакалаврдың немесе осы жұмыс істеп жүргенде бір қызықты оқиғаңызды бөліңізші, бір шоковое состояние немесе бір андай қорқынышты сәт деген сияқты бір. Болады ма? Енді өмірімде қызық жағдай күнде болады менің. Жалпылама ең несі есте қалатын жағдай, жалпылама бізде мысалы дәрігерлер бар ғой. Барлығы бір күн болды, бір 2 күн қатарынан. Барлығы жаңағыдай іс сапармен командировкаға кетті. Больница бойынша невропатолог бір өзім ғана қалдым. Невролог дәрігер. Енді қабылдау бөлім шақырады, басқа отделение консультацияға шақырады, өзің отделение. Сен ана жерде болады, қай жаққа барарыңды білмейсің да. Бірақ сен бәріне үлгеруің керек. Сосын сол кезде бір жағдай болды, маған звондайды, науқас жүре ала ма деймін, жүре алады дейді, отделениеға жібер консультацияға. Мен шыға алмаймын ғой, отделениеде 30 пациент жатыр. Оны тастап кетсем, ол кісілер науқастарға ауыр жағдай болса, оларды қарау керек. Сол кезде сұрағам ғой, науқасты жүре ала ма дедім, жүре алады екен. Мен бірақ возрасын сұрамаппын. Сөйтіп былай қарасам, 93-тегі апа келіп мен сөйттік. Апам, жаңағыдай осы жерде невропатологты күте тұрыңыз деп жаңағыдай медсестра тастап кеткен ғой ана кісіні. Сөйтіп ана кісі 5 минут па 10 минут па күткен ғой деймін. Сөйтіп апа келіп тұр приемға. Балам деп өзінің несі бар ғой енді апалардың. Невропатолог дәрігер сен ба басты қарайтын деп жаңағыдай өзі сөйлеп жатыр. Апа, мен десем, сөйтсем, точно сен ба, сен жассың ғой, студент емессің ба деп жаңағыдай апа неғып жатырды, 93-тегі апа. Бірақ апаға қарасаң, барлық аяқ қолы жақсы, өз аяғымен келіпті да, сол ойладым да, мен енді келесіде возрасын сұрайын деп, мысалы 93-тегі апа қабылдау бөлімінен отделениеға деген жүріп келем дегенше шаршайды ғой жалпылама. Өзі зорға келіп, сол себепті жаңағыдай қызық болып, осы менің больницаға, апа айтады да 93-тегі, осы менің больницаға келгім жоқ. Алса Алла аласасын өмірімді. Айтшы, бір шешімі бола ма осының деп менен сұрап жатыр да, жаңағы жатқызасың ба, жатқызбайсың ба? Жатқызбасаң мен кеттім. Қағазың да керек емес деп жаңағыдай. Сол сияқты қызықтар болады да, олмай күнде болады. Қорқынышты жағдай енді бір қиын жағдай болған. Ең бірінші кезекшілігімде жалпылама бірінші дежурство дейді енді. Осы резидентура бітіргеннен кейін ең бірінші дежурство менің прием қабылдау бөлімінде жаңағыдай 2 пациент болды. Бір уақытта енді канал болғаннан кейін айта берейін, 2 адам қайтты. Бір уақытта. Біреуі отделениеде басқа, біреуі скорыймен келген кезде остановка берді. Ана жерде бір-ақ врач дежурный. Сол жерде жаңағыдай енді ана остановка берген көріп тұрып, бірақ әлі жан несі бар. Реаниматологтар келгенше жаңағыдай енді не прямой массаж сердца, пульсын қарап, соны жасап жатсам, бір медсестра тағы келіпті да, ар жақта екінші пациент остановка беріп жатыр дейді. Ананы тастап кете алмайсың ғой енді. Сөйтіп медсестраға алгоритм бойынша жұмыс жасап, не прямой массаж жасап, уже дәрі керек қой. Сосын енді реаниматологтар келіп, екеуінде аман алып қалдық. Сол кезде сондай бір момент болады, қорқынышта мен бірінші дежурством. Енді былай қарасаң, өміріңе как будто таңба сияқты да, бірінші дежурствоға келгеніңе бір сағат болды, 2 адам өлтіріп алыпты деген сияқты. Мысалы енді ойламайды ғой сен қандай қиын жағдайда жұмыс істеп жатқанын. Сол сияқты ертесіне сыбыс болады ғой енді, айтады. Бірінші дежурствоға шығып алып 2 адамды өлтіріп тастапты уже деген сияқты. Сондай ертесіне жоқ, енді ана бір кісіні реанимацияға жатқызып, екеуінде неғып енді бір кісі қайтты, ол кісі өзі тяжелый келді, остановкамен, инфаркт миокардынан жетпеді, неге бір кісіні аман алып қалдық.
сол сияқты ертесіне ойлап жазып жатырмын ғой жаңағылар. Ойлаймын да ертесіне мына бәрі айтатын болды ғой бірінші дежурствосына дым білмейді екен, мынау оқымаған екен резидентурада деп жаңағыдай. Іштей өкініш, иә, мысалы ол неғып мынаны істемепті деп жаңағыдай мін тағама деп сол сияқты бірінші дежурство. Ары қарай егер сені жаңағыдай барлығы сөйтіп ортаға салып жаңағыдай докладта сені бастысы ертесіне жұмысқа желание болмай қалады ғой қысқасын айтқанда. Жоқ, сол кезде жаңағыдай ненің бәрі сұрақтар қойылды, дұрыс жауап берілді, доклад бойынша бәрін жаңағыдай келді деген болады қайтқан кісіге. Сол бойынша бәрі жауап берді, ешкім сондай не қылған жоқ. Жалпылама коллективті барлығы дұрыс алгоритм бойынша орындалғанымен, наоборот, одан бетер жұмыс істеу жаңағы құлшыныс. Келесіде ешқандай адамды остановка бергіз жаңағы өлім жітімді болдырмайды. Енді Алланың қолында ғой. Оған жеткізбей қараймын деп жаңағыдай сондай ынта болып келесі кезекшілікке келдім енді. Бұл жерде көбінесе сұрақ адамның өзінің принциптеріне байланысты болу керек. Іштей принциптеріне. Мүмкін ол жерде басқа адам болса, мүмкін сынып қалар ма еді, мысалы бірінші дежурстводан болған кезде осылай деген сияқты. Жоқ, ол енді көп науқас, ауыр науқас күнде келеді ғой. Жалпылама енді бір дестен дежурство айтып отырмын, дежурство жасаған енді кіргеніме 1-ақ сағат болды. Бір дестен сонда екі енді өлейін деп жатқан науқас ауыр тілді адамға ауыр тиеді екен. Сен енді алгоритм бойынша істесең де енді бұрын ондай нәрсе бізде айтып жатырмын ғой, бізде болған кезде бізде қасымызда бізде старшилар деген болған жоқ. Себебі мысалы опытный дәрігер біз кірдік, барлығы командировкада болды, болмаса біреу больничныйда, себебі карантин кезі болды, тем более ақыл сұрайтын адам болған жоқ. Бәрін өзің алгоритм бойынша істедік. Ары қарай енді біздің медицинамыз дамып келе жатыр, дамушы. Енді осыны ары қарай тағы да дамыту үшін сізге мысалы денсаулық сақтау министрлігі болсын, басқа да министрліктер болсын, сізге қандай да бір осы ұсыныстарыңыз бар ма? Мысалы осыны сіз осылай жасағанда біздің медицинамыз жақсы дамыр еді, немесе көп пациенттер мысалы аман алып қалуға болушы еді. Науқастарға өзінің базистік дәрілердің бәріне дұрыс ішкен дұрыс. Енді біз айтып жатырмыз, біз емдеуші дәрігеріміз, ешкімге ештеңе мін таға алмаймыз. Жалпылама айтқанда осы елбасымыздың жаңағыдай президентіміздің жолдауында айтты ғой, қазіргі таңда жалпы райондарда да, қазір облыстар бойынша, қала бойынша инсульттік орталықтар бар да, ал көп райондарда инсульттік орталықтар жоқ. Сол себепті президенттің жолдауы бойынша жақсылама ұсыныс жасалды. Қазір барлық райондарда инсульттік орталықтар ашылады. Ашылып жатыр. Ашылып жатыр да, біраз жерде ашылды да. Және сонымен қатар рентген аппарат дейді, жаңағы ол қымбат диагностикалық нелер болады. Сол себепті сол нәрселерді жаңа райондарға да қойып, жаңа интервент дәрігерлерді, жалпылама дәрігерлерді көбейткен дұрыс деп ойлаймын. Енді жалпы барлық райондарда инсульт орталықтар ашылса, өлім жітім аз болады. Өлім жітім азаяды. Интервьюге келіп, бізге өзіңіздің тәжірибеңізбен, жұмыс барысыңызбен таныстырып, бөлісіп, студенттерге кеңес беріп, жұмысыңыздағы қиындық, қызық жағдайларымен бөліскеніңізге көп рахмет. Берсін, подписчиктарың көбейе берсін, қазір подписчик дейді ғой, көбінесе жанкүйерлерің көбейе берсін, көрермендер көбейе берсін. Рахмет шақырғандарыңызға. Ал құрметті көрермендер, осы видеоны соңына дейін көргендеріңізге сіздерге үлкен рахмет. Енді астына подписация мәзірін басып, тіркеліп кетіңіздер. Астына комментарийге алдағы видеода қандай мамандық есті көргіңіз келеді жазып кетіңіз. Біз міндетті түрде ескереміз.